инаки. Кадыр атаммен бірге ойын ойнайды. Бұл қазақтың ұлттық сусын құятын қоржыны. Бұл екі қалыпталы болады. Бұған сусын, көже, айран, тағамдар салады. Ас-табақ. Біздің өзіміз ұлттық тағамымыз ең бірінші ет жүреді. Соны осы табаққа салып пайдаланады. Қазақта көбіне жүйе жеген, шұқы жеген, жан жая, қазы қаққа, Бұл сәукеле деген болады. Бұны көбінесе жаңағы ұзатылып баратқан қыздарға әшекейге, бұның құндылығы жаңағы мынаға көмкерілген тастарменен бағаланады. Қыздың қандай екенін, қандай жерден, текті жерден шыққанын, нанғанын осы сәукеле арқылы біліп. Мынау кәжеке, қазақтың әйелдері киетін, жеңіл есебінде, жеңіл сырт киім есебінде киілетін. Мына менде де бар ондай кәжеке. Жеңсіз. Küveti, yani жалпы мұсылман қауымы осы küveti киген, үлкендер аталарда киген, аналарда киген, кішкентай сен сияқты балдарда киген, Сенде де бар. ұлттық бас киген. Бұл ойынды қошқар мүйіз дейді. Төрт қоласы тең болсын деп мінекей төрт мүйіз болады. Бұны көрпеге, киіз басқанда сондайларға салған. Жаңағы мынандай киіздерге, жаюларға әдемі болу үшін сондайлықтан салған. Бұны жаңағы қошқар мүйіз деп атайды. Бұл төрт қоласы тең болсын деп сондай төрт не болады. Ежелден келаттан қазақтың ескі десе, оған сусын құяды, қымыз құяды, шуат құяды. Ал шолға жүргенде осыған құймап шығады. Жолда ісі күндері болады ғой, тазайда. Содан сусын дегенде осыған құймап жүріп, көйін басады, тұқым, торсықты пайдаланған. Ол заманда болмаған, қазіргі деген бар. Торсық дейді. Бұл домбыра, ұлттық аспап. Осы домбырамен ерте заманда дастан, жырларды осы домбырамен жеткізген. Мен қазір ертеде алпамыз деген батырымыз болған білесің ғой. Сәжде айтады ғой, қоғланды осы соның бәрін осы домбырамен жеткізген. Қыз жібек деген сияқты. Қазірде бұл жастар бар ғой тартып отқан осы домбыра. Домбыра деп аталады, ұлттық аспап қазақ. Bismillahirrahmanirrahim. Алхан деп бақ пен береден сақтан ой бір амал сақтай кеткеніміз келсін, кемдігіміз тосын шашуы тойы тастарқан болып, Ибрагим талау ұлым болып, әрқашан жоғарыдан алдың олардың қатардың көз жүргеніне келшін.